Баршаға сәлем, бұл Миратрикс. Бүгін біз «Сәлем, папа» атты Дамир Тастенбековтың авторлық фильміне келіп отырмыз. Мына жақта үтір болу керек еді, үтірін жоғалтып алыпты. Қызық па, қызық емес па, қиын болды ма, оны түсіру, соның бәрін білетін боламыз. Трейлерге қарағанда фильм кішкене болашаққа оралу деген культовый фильмге ұқсайды екен. Неге олай екен, бүгін білеміз, жайғасыңыздар. Расымен де «Сәлем, папаның» трейлерін қараған кезде фильм Роберт Земекистің әйгілі болашаққа оралу франшизасына ұқсайтын көрінеді. Мектепте оқитын бала өткен шаққа ата-анасының енді танысып жатқан кезеңіне түседі. Әрине мән-жайды режиссердің өзінен білмек болдым. Что, почему, этот? Да. Почему? Ну, потому что такой ход. Почему нет? Ну, почему бы нет, да, почему, то есть, почему батыры из прошлого могут приходить, а мы не можем приходить в прошлое? Қызығы «Сәлем, папа» фильмнің басты продюсері режиссердің папасы Эрик Тастенбеков. Тяжело ли работать с сыном? Я как продюсер, да, а он как режиссер. У меня мышление продюсера, а у него режиссерское. Он больше болеет за красоту картинки, за классную подачу, а я за время. Сложно с папой работать? Нет, вообще, на изи, по кайфу. Доверяю, но я сам его всегда очень люблю. Никогда не слушай продюсеров, чего они хотят. Тогда ты будешь не ты, если будешь делать, как они хотят. Ну, он же сказал не слушать, а он продюсер. Бір-бірімен жұмыс істеген қиынға соқпаса да, түсірілім алаңында қиыншылықтар жеткілікті еді. Что самое сложное было в съемочном процессе? Съемки. В целом. Ана қиын болды. Бір жағынан ең бірінші орысша болды. Сен қазақша түсірген қалғаннан кейін сен тақап түсіре ма камераға сондай ма? Қиындау болды, бірақ жұмыс істедік. Көреміз қазір. Жеміс бағасын беретін өздеріңіз ғой. Несі қиын болды? В целом ең бірінші язык, потому что қазақша сөйлеп үйреніп қалғаннан кейін органикасын табу керек болды. Орысша тілдің и рөлін, персонаждың да, и жаңа 90-шы жылдарға секірген кездегі моменттары кішкене в натуре актерский жұмысты талап етті. Жасик жалуется, что его заставили по-русски говорить. Да. Зачем? Ну, блин, это 2006 год. Это там пригород какой-то, там, больше русскоязычная тема. То есть я вот сейчас, это не в обиду никому, но я посмотрел там один старый фильм, который вещает о 2000-х, и они говорят на казахском, но я помню 2000-х, казахского не было такого. Жаргона этого не было, диалекта этого не было. Поэтому, чтобы чуть-чуть трушность не пропала, мы учим русский язык. Это не потому, что типа мы там, я не люблю казахский. Нет, последующие все проекты, если они будут нашего времени, я их буду делать на казахском, потому что, ну, это мы. Но здесь как бы, чтобы во вред истории не было, вот, поэтому на русском языке. Времени всегда не хватало. А я за время. Уақыт шынымен де тығыз болыпты. Фильмді 2 аптаның ішінде-ақ түсіріп тастапты, 15 күннің ішінде. Әрине жабық көрсетілімнің алдында бүкіл команда көрерменнің алдына шығып, айтарын айтып алды. Енді кино туралы айтып спойлер кетпей қояйын, өздеріңіз көріңіздер, бағасын беріңіздер. Жалпы өмірде біз үшін ең қымбат нәрсе ата-анамызбен арадағы сезім болса, сағыныш болатын болса, осы кино арқылы өзіміздің жақындарымызбен, ата-аналарымызбен ара қатынасымызды түзеуге бірден бір жол сілтейтін жоба деп түсінемін. Еркебұлан ағама рахмет айтамын. Мэтр ғой бұл кісімен ойнау бақыт қой өзі. Қайырлы кеш, құрметті достар. Қазақ киносын қолдап, Дамир мырзаның осындай келесі бір бастамасын қолдап келгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Осындай командаға сәл де болсын үлесімді қосып, осындай жұмыс істегеніме мен өте қатты ризамын. Надеюсь, он вам понравится. Надеюсь, каждый найдет для себя вот, что-то в этом фильме, какой-то ответ. Всем приятного просмотра. Ал енді шолуға кірсейік. Фильмнің айтары көп. Тұрмыстық зорлық-зомбылық, толық емес отбасылар секілді ахуалды тақырыптар көтеріледі. Біздің буынның ностальгиялық кезеңіне айналып бара жатқан 2000-ші жылдардың екінші жартысын көрсетеді. Өміріміз содан бері қаншалықты өзгергенін түсіне бастайсың. Фильмнің дәмін керемет таңдалған саундтрек беріп тұрады, сол заман жалпы жақсы көрсетіледі. Өйткені Дамирдің өзі сол заманның адамы, сол заманды жақсы байқаған, өзі де сол жерде өмір сүрген,
сол музыканы тыңдаған демекші. Жалпы көрерменнің көбісі Дамирді жеке таниды, оның әзілге жақын адам екенін біледі. Содан өздеріміз алдап жібердік. Мы шли на комедию, Дамир. Почему? Я там нельзя сказал, что драмеди, там есть чуть-чуть драмы. Это очень неожиданный поворот. Я хотел чуть-чуть удивить вас всех. Комедияға келіп алдық та, залда қатты таңғалдық. Фильмнің комедия емес екенін түсінген кезде. Өйткені Сәлем папа режиссер Дамир Тастенбековтың көрерменге деген бір мәлімдемесі, орысша айтқанда режиссерское высказывание болды. Ну, сколько стоит билет? Условно 2000 тенге, да? 2000 тенге, за 2000 тенге это проработка, короче. За психолога не надо платить. Ты проработаешь свои внутренние травмы, поймешь, на самом деле, фильм «Сюрприз». Два твиста есть, которые просто кардинально меняют. И в-третьих, я думаю, начнете ценить близких. Шағын бір спойлер айтайын. Фильмде кімнің Жасұланның кейіпкерінің бір кішкене ұяттау емес енді, но такой откровенный сахнасы бар. Және Ақерке сол туралы не ойлайды екен, қазір білейік. Ақерке, Пират кеме қосылды. не, ұнады ма фильм? Барлық сахнасы ұнады ма? Бір моменттер болды енді. Толығырақ айтып кетсеңіз. Конечно, ұнамайды, но я понимаю, что это кино. Фильмнің айтарлықтай кемшіліктерін байқамадым. Қазбалап команданың шешімдерімен келіспеушіліктеріңіз болуы мүмкін, бірақ айтарлықтай көзге түсіп тұрған кемшілікті мен де жанымдағы фильмнің алғашқы көрермендері де байқамадық. Досымның тұсаукесері болғандықтан емес. Фильмнің алғашқы жартысы маған қатты әсер етті. Өйткені өзімде әкесіз өскен баламын, және бала өткен шаққа түсіп әкесін кездестіргенде сынап отыратындай хәлде болған жоқпын. Өйткені жаңағы басты кейіпкердің әкесінің аты да менің әкемнің атымен аттас екеуі. Фильм «Сюрприз». Два твиста. Шынымен де фильмді кәдімгідей төңкеріп тастайтын екі твист бар, және сол бүкіл жиналғандарға жақты. Анама қазір сондай. Попал. Все, Кана? Нет. Поздравляю. Молодец. Супер фильм. Честно? Сильный поворот. Ну, сильные повороты, да. Смеяться и плакать. Одновременно. Не, плакать и смеяться. Вообще, Плакал, смеялся. я хочу сказать, что сначала меня заинтересовал трейлер, он действительно был классный, но бывает такое, то, что трейлер соберут из самых вкусных моментов, а фильм может показаться таким пу-пу-пу. А здесь как бы все приятно удивило, реально очень хорошая, достойная работа. И эмоционально, чтобы не спойлерить, да, там целый коктейль, и он и трогательный, и моментами непредсказуемый, но я с удовольствием потратила эти сколько там, 2 часа, мне очень понравилось. Сәлем папа бүгіннен бастап кинотеатрларда. Барып, көріп, әсер алып, онымен бөлісуіңізді сұраймын. Және де арнаға тіркеліп кетсеңіздер жақсы болар еді. Лайкты баса кетіп өтініш. Келесі көріскенше. Мен қатты күлдім, мен қатты жыладым. Обязательно посмотрите, пожалуйста. Тем более Дамира фильмы, как не рекомендовать. Дамир фильмы с ними. Менің басқа қосарым жоқ.